Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз чечевичный суп пісіретін боламыз. Алдымен сұйық майды қазанымызға құйып қыздырып аламыз. Одан соң үстіне 4 бұрыштетіп туралған сарымсақты салып, араластырып қуырып аламыз. Ендігі кезекте бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да қуырып аламыз. Осылай орташа отта қуырып аламыз. Ендігі кезекте бір сәбізді 4 бұрыштетіп турап, салып қуырамыз. Және де 2 орташа көлемдегі картопты да 4 бұрыштап турап, қазанымызға салып, сәбізді қуырғандай картопты да жақсылап қуырып аламыз. Алдын ала жуылған 150 грамм чечевицамызды салып, тағы да араластыра отырып қуырып аламыз. 1 шай қасық тұзды саламыз және бөлме температурасындағы 2 литр суды құямыз. Қазанның қақпағын жауып, орташа отқа қоямыз. Қайнағаннан соң 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Одан соң видеода көрсетілгендей блендермен 1 келкі масса болғанша жақсылап езіп аламыз. Сорпамыз осылай дайын болды. Қаласаңыз лимон шырынын да қосуға болады. Осылай өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Назарларыңызға рахмет.